Ассалаумағалейкум. Есік қақпай, ескертусіз кіріп келетін үш қонақ жайлы айтайық. Қазір звондамай келсе қырылып кетеміз ғой. Яғни сол звондамай келетін үш қонақтың біріншісі ол өлім екен. Әрбір жан иесі өлімнің дәмін татады дейді Әли Имран сүресінің 185 аятында. Яғни өлім күтпеген сәтте келеді. Ол жас кәріні таңдамайды, бай мен кедейді айырып жатпайды. Екінші қонақ ол ризық. Яғни ризық байлықта мүлік. Оған еш ойламаған жерден ризық нәсіп етеді деген Талақ сүресінің 3 аятында. Яғни ризық та адамды күтпеген жерден келуі мүмкін да адамға. Оның қайдан, қалай және қашан келетіні бір Аллаға мәлім дүние. Ал енді үшінші қонақ ол сынақ екен. Шүбәсіз біз сендерді қорқыныштықпен, аштықпен және мал мүліктеріңді алып, жақындарыңды алып, әрі өнімдеріңді, табыстарыңды кеміту арқылы сынаймыз дейді. Ендеше сабыр еткендерді сүйіншілеп қуанта бер деген Бақара сүресінің 155 аятында, яғни Құранда жазылғанда, сынақ Алланың даналығымен жіберілетін тосын қонақтың үшіншісі екен. Ол адамның сабырын, сенімін, жүрегін сынайды екен. Бұдан түйетін түйін қандай? Бұл үш қонақ ешқашан алдын ала хабар бермейтіні. Өлім, ризық және сынақ. Сондықтан әрдайым иманмен, шүкірлікпен және дұрыс амалмен осы үш қонақтың келіп қалуына дайын жүру керек. Қорытынды насихат қандай? Егер осы сөз жүрегіңізге әсер етсе, сіздің оны өзгелермен міндетті түрде бөлісіңіз. Мүмкін Алла сенің себепкерлігіңмен бір ұйқыдағы жүректі оятып, біреудің қайғысын жеңілдетер. Бәлкім сен бір адамның өмір жолына жарық беруге себеп боларсың. Таратып жолдық қойыңыздар. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.